Қайырлы күн, құрметті менің каналым көрермендері. Бүгін біз 128 сабақ қорытындылау сабағының есептерін шығарамыз. Екінші есеп. Әрбір көйлекке қадау үшін 9 түйме қажет. Егер 63 түйме жұмсалған болса, онда қанша көйлек тігілген? Оны табу үшін 63-ті 9-ға бөлуіміз керек. Жеті көйлек тігілген. Келесі ә бөлігінде қоршаудың 4 бөлігін құрастыру үшін 32 тақтай қажет. Осындай 10 бөлікке қанша тақтай қажет? Ол сұраққа жауап беру үшін әуелі бір бөлігін құрастыру үшін қанша тақтай кетеді, соны табуымыз керек. Ол үшін 32-ні 4-ке бөлеміз. Сонда бір бөлікке кететін тақтай шығады. Ол 8-ге тең. Енді әр бөлікке 8 тақтайдан кететін болса, 10 бөлікке қанша тақтай кетеді? Ол 80 тақтай кетеді екен. Келесі, бұрандалы 5 шеге 40 теңге тұрады. Егер 80 теңге жұмсалған болса, қанша шеге сатып алынған? Бұл жерде де бірінші бір шегенің бағасын табып алуымыз керек. Ол дегеніміз 40-ты 5-ке бөлген кезде шығады. Сонда бір шегенің бағасы 8 теңге. Енді егер 80 теңге жұмсалған болса дейді. 80 теңге жұмсалған болса, 8 теңгеден бір шегеге кететін болса, онда 10 шеге сатып алуға болады екен. Шеге салынған жәшіктің салмағы 14 килограмм, осындай 5 жәшіктің қанша тартады? Ол үшін біз 14-ті 5-ке көбейтуіміз керек. 4 пен 5-ің көбейтіндісі 20, 10 мен 5-ің көбейтіндісі 50, 20 мен 50-ді қоссақ 70. Сонда 5 жәшік 70 килограмм тұрады екен. Үшінші есеп А бөлігі. Құрылыс бригадасында 4 әйел бар. Бұл барлық құрылысшылардың 3-тен 1 бөлігі. Бригадада барлығы қанша адам бар? Әйелдің саны 4 болса, және ол барлық құрылысшылардың 3-тен 1 бөлігі болса, демек құрылысшылар бізде бүтін. Ал бүтінді табу үшін біз санды бөлшектің бөліміне көбейтуіміз керек. 4 пен 3-ті көбейтеміз, 12. Демек, барлығы 12 адам жұмыс істейді екен. Дәрігер 20 емделушіні қабылдады. Олардың 5-тен 1 бөлігі балалар. Дәрігер қанша бала қабылдады? Деген есеп ә бөлігінде екен. Бұл есепте 20-ның 5-тен 1 бөлігін табу үшін әрине 20-ны 5-ке бөлеміз. Сонда балалардың саны шығады. Сонда дәрігер 4 баланы қабылдаған. Төртінші есепте санның үлесі берілгенде бүтін санды табу керек. Үлесі бар болса бүтін санды табу үшін біз ол жерде көбейту амалын орындаймыз. Санның жартысы 15-ке тең болса, 15-ті 2-ке көбейтеміз, демек бүтін сан 30-ға тең. Санның 3-тен 1 бөлігі 9-ға тең болса, 9-ды 3-ке көбейтеміз, 27-ге тең шығады. Санның 4-тен 1 бөлігі 10-ға тең, демек бүтін санымыз 40. Мына жерде 6-тан 1 бөлігі 2-ге тең болса, бүтін санымыз 12. Өйткені 6 мен 2-ні көбейтеміз. Мына жерде де 8-ден 1 бөлігі 7-ге тең, бүтін санымыз 56. 5-тен 1 бөлігі 10-ға тең болса, ол санның бүтіні 50-ге тең болып шығады. Бесінші есепте теңдеулер берілген. Бұл теңдеулерді әуелі қарапайым теңдеуге айналдырып аламыз да, сосын кейін теңдеудегі белгісіз санды табамыз. Бірінші теңдеуде ықшамдағанда 72 шығады. 72-ні 8-ге бөліп, белгісіз санның 9 екенін тауып алдық. Тексерсек, дұрыс болып шықты. Келесі теңдеуде ықшамдаған кезде 270 шығады. 270-ті 9-ға бөліп, біздің x-міздің 30-ға тең екенін белгілі болды. Арғарай теңдеуді тексердік. Келесі теңдеулерде тура сондай. Ықшамдағанда 270, оны 3-ке бөлгенде y-міз 90-ға тең болды. Мына жерде бөліп ықшамдағанда 110-ға тең, 110-ды 7-ге көбейтсек 770. X-міз осындай мәнге тең болды. Міне теңдеулеріміз шықты. 6-шы есепте өрнектердің мәнін есептеп табуымыз керек.
әуелі жақшаның іші орындалады. 350, 400-ден 350-ді азайтсақ 50 қалады бізде. Мына жерде жақшаның ішінде 200, оған 152-ге 200 қоссақ 352 шығады. Мына жерде қандай сан шықты? Азайтқан кезде 126. 126-ны кез келген санды бірге көбейткенде сол санның өзі шығады. Келесі жақшаның ішінен қандай сан шыққаны, қандай сан шықса да кез келген санды 0-ге көбейткенде 0-ге тең болады екен. Мына жерде әуелі көбейтеміз, сосын 1000-нан азайтамыз, 404 қалады. Сосын оған 158-ді қоссақ 562 деген сан шығады. Келесі жақшаның ішін орындаймыз. Оны 0-ге көбейткенде мына жерде 0 деген сан шығады. Енді 756-ны 4-ге көбейтеміз. Бөлеміз. Сонда бізде 184 шықты. 184-ге 0-ді қосқанда 184-тің өзі шықты. 7-ші есеп. Сен дүкенге келдің, сенің 1000 теңгең бар. Кез келген 3 тауарды таңда, сатып алған тауарыңа қанша ақша төлейтініңді және саған қанша ақша қайтаратынын есепте шешуін жаз дейді. Мына берілген товарлардың ішінен үшеуін таңдап алуымыз керек. Сөйтіп есептеп көрейік. Мен мысалы 250 теңгеге шай, 360 теңгеге сары май және бір қорап кәмпит сатып алдым делік. Енді осыны есептейміз. Сатушы бізге қанша қайтарады екен? Ол үшін біз мына 3 товардың ақшасын қосамыз. Үшеуін қосқанда бізде 940 теңге шығады. 1000-нан 940 теңгені алып тастаймыз, сонда сатушы бізге 60 теңге қайтаруы тиіс. 8-ші есеп бізде логикалық есеп. Дойбы жарысында Мақсат, Бекзат және Бақыт өз сыныбының намысын қорғады. Олардың біреуі 3А, екіншісі 3Ә, ал үшіншісі 3Б сыныптарында оқиды. Бірінші ойынды Мақсат пен 3А сыныбының оқушысы ойнады. Екінші ойынды Бекзат 3Б сынып оқушысымен ойнады, ал Мақсат демалды. Кім қай сыныпта оқитынын анықта. Бұл есепті біз кесте құру әдісімен шығарып көрейік. Есептегі мәліметтер бойынша кестеге түсіреміз. Бірінші ойынды Мақсат пен 3А сыныбының оқушысы ойнады дейді. Демек, Мақсат 3А сыныбында оқымайды. Оған минус қойып қоямыз. Екінші ойынды Бекзат 3Б сынып оқушысымен ойнады, ал Мақсат демалды. Бекзат Б сыныппен ойнады. Демек, Бекзат Б сыныбында оқымайды. Ал Мақсат демалды дейді. Демек, Мақсат та Б сыныбында оқымайды. Сонда Бекзат Бақытпен ойнаған болып шығады. Бақыт 3Б сыныбында оқиды екен. Мінекей, мәліметтер бойынша кестеге түсіріп алдық. Енді мынандай қағида бар. Бағанмен санағанда бір ғана қосу таңбасы қойылу керек, қалғаны азайту таңбасы, яғни минус. Мына жерде 2 минусымыз бар, демек ортасында плюс болады. Мақсат Ә сыныбында оқиды екен. Бұлай қарай 2 минус 1 плюс. Енді жоғары қарайық. 1 плюсымыз бар, қалған 2 бос орынға минус қоямыз. Бұлай қарай кеттік. 2 минусымыз бар, біреуіне плюс таңбасын қоямыз. Келесі бұлай қарай жүреміз. 1 плюсымыз бар, мына жерде минус болады. Демек, кесте бойынша Мақсат 3Ә сыныбында оқиды, Бекзат А сыныбында оқиды, ал Бақыт Б сыныбында оқитын болып шықты. Егер менің видеом ұнаған болса, соңына дейін көрген болсаңыз, мені қолдап, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Қоңыраушаны да басып қойыңыз.